Шағанда осы жаңа. Жаңа кеше дайындалдық. Бірақ енді берген сөзде тұру керек, е? Иә, әрине сөз бердік. Ендеше сахнаның ортасына қарай шығыңыздар. Біз музыканы берейік. Jorga olmasa, beydin sen de kelerme. Kozete köyle giymese, kızdın sen de kelerme. Algan ekin şoldaslar, göremin ışık koybaslar. Koy degende deyreken, komalaydı koybaslar. Өте әдемі сәтті шыққан сияқты, жарайсыңдар. Берген сөздерінде тұрды. Камила жақсы билейді екен негізі. Өте жарасымды. Сөзде ұстап алып едік, сендер қайтпай орындадыңдар. Басында қалжыңдап айтқам, жай. Жарайсыңдар. Әлбек тіпті терлеп кетті қобалжығаннан. Қимылдасынан терлей бастаймын. Мен негізі қалжың болды ғой деп ойладым. Қатысушылардың бәрі Қаражорға билегеннен кейін бізді билетпейтін шығар деп. Сосын жарнамада жүгіріп келіп, былай жасаймыз деп айтып кеткен. Міндетті түрде билетеміз. Ал жақсы әңгімелеріңіз жарасып жатыр. Үйшілеріңіз аман. Қандай жаңалықтар бар? Сол енді Камилан қазір көп жерге Алматыда бір күн болса, 3 күн аптаның бір күні Алматыда, қалған күндері жұмысымен ұшып кетеді. Жұмыс бақытын ұшып кетеді. Сол енді кездесу аз болып тұр. Аптасына 1-2 рет ғана кездесіп қоямыз. Түсінікті. Сыйлықтар әкеп тұра ма саған? Сол баяғыша шетелден? Иә, әкеп тұрады. Мен де кездескен сайын неше түрлі тәттілер беріп тұрамын. Беретінді сыйлықта қалмады. Бір-бірлерінің көңілдеріңді аулау үстіндесіңдер. Жақсы. Қатысушыларымыздың айтары бар ма бұл жұпқа қатысты, Мейірбек? Ақжарқын. Камила, сәлем, Мерекемел. Саған сұрағым. Әлбектің анасымен танысқаннан кейін қазіргі уақытта қарым-қатынасты телефон арқылы жалғастырасыздар ма? Және де бүгінгі мерекемен құттықтадың ба? Қарым-қатынасты бір рет біз сөйлестік одан кейін телефон арқылы. Ал былайынша бір мейрам болса, мысалға 8 наурызда мен өзім атымнан сыйлықтарым беріп тұрам. Енді шетелден бірдеме алып келем, жақсы бір Қазақстанда жоқ нәрсені алып келіп, Әлбектің мамасын қуантқым келеді әрдайым. Солай енді былай, алыстан. Және де бүгінгі мерекеде қандай жерге бару ойда бар? Қалай өткізу? Әлбек, ол саған сұрақ. Шыққаннан кейін барып наурыз күзешеміз. Негізі тағы да бір әкететін жайт, бағана Әлбектер биледі ғой, балалардың атынан тосын сый болған кезде. Жігіттер негізі бізде дайындық кезінде қыздарды қақсатып, кешігіп, жиналмай сөйтіп бәрімізді қинап дайындатқызды, бірақ билегенде өте керемет биледі. Сол жігіттерге көп рахмет айтқым келіп отыр. Бәрі керемет шықты. Оның ішінде Әлбек те болды. Камила екеуі бүгін өте де үйлесімді киініп келіп отыр екен, жарасымды. Екеуі де сұлу, келбетті жұптардың бірі. Қуаныштымын, мейрамдармен құттықтаймын. Камила, сені ерекше құттықтаймын. Билерің өте сәтті шықты, қысқа болса да, бірақ тәтті шықты. Екеуің ритм дейді ғой, ритмдар жақсы әдемі биледіңдер. Камила, жалпы өзің наурыз көже пісірдің ба? Наурызға? Жоқ, бүгін пісірген жоқ. Неше жасыңнан наурыз көже жасап үйрендің? Нақты қай жасымда наурыз көже жасап үйренгенін білмеймін, бірақ біз кішкентай кезден бастап тамақ істеп, үй жұмысын жасап жүретінбіз әрдайым. Нақты мынау жаста деп айта алмаймын, бірақ мектеп кезде жасағам наурыз көжені.
Бүгін наурыз көже әлбекке алып келген жоқсың ба? Бүгін жасаған жоқпын, өйткені кеше түнге қарай келдім. Таңертең тұрып, апыр-топыр барып, қамзол іздеп, әшекей іздеп, сөйтіп таңның бәрі сонымен өтті. Жасап берем ғой енді болашақта. Керемет, керемет. Камиланың наурыз көжесін жегің келіп отырған шығар енді Әлібек, е? Түсінікті. Жалпы енді жобасын білесің, е? Иә, білем, әрине. 7 түрлі тағам. 7 түрлі тағам, иә, ол әр ішіне қосылатын әр тағамның өзінің бір белгілі бір мағынасы бар, иә. Мысалға, су, ол адамның жаңағы өмірінің несі тірегі деген сияқты білеміз оның бәрін. Айтып беру керек пе? Жоқ, сұрап жатқаным ғой. Ал, жақсы. Біздің сұрақтар бар, ендеше қатысушылар жалғастыра берсін. Альбина? Камила, сен өзіңді 5 жылдан кейін қалай елестетесің? Естімей қалдым. 5 жылдан кейін өзіңді қалай елестетесің? 5 жылдан кейін? Қолында 2 баласы бар дейсіз. 5 жылдан кейін енді, иә, бір үйдің бір аяулы келіні болып, кем дегенде 2 балам болса, 5 жыл деген енді қысқа мерзім емес, ол мерзім ішінде өзіңнің енеңе кәдімгідей жағып, бір сүйікті келін ата алатындай уақыт қой. Сол 5 жылдан кейін кәдімгідей Әлібектің мамасын мен жақсы көріп, өзінің келіні қылдырып, сол үйде жүрем деп ойлаймын. Нәриман? Камила, қош келдің, наурыз мейрамы құтты болсын. Менде сұрақ емес. Әлібекті көп білмеймін, бірақ Әлібек көрініп тұр, жақсы жігіт, қиын жерде сізді тастамайды. Сонымен сізді құттықтаймын. Әлібекпен құттықтау жатыр. Жақсы. Басқа сұрақтар жоқ па? Сұлтанбек? Менде сұрақ жоқ, менде тілек бұл екен. Камила, сіздерді жаңа наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әлібек бауырым екеуің бақытты болыңдар, әрқашанда күліп ойнап, жадырап жүріңдер халықтың алдында. Сол тек сендерге баянды махаббат тілеймін. Баянсыз махаббат. Кәсия? Жаңа мұна гүл сыйлаған кезде 5 жылдық деді ғой, 5 жылдық уақытты осы гүлде себепкер болатын сияқты. Сондықтан да сол сіздің айтқан өзіңіздің ойыңыздағы елестеткен ойларыңыздың бәрі осы гүлмен бірге іске ассын деп отырып, сізді наурыз мейрамдарыңызбен тағы да құттықтайын. Қазір уақытты пайдаланып, мен хабарландыру айта кетейін, қымбатты арулар. Сіздің жасыңыз 18-ден асса, онда Баян сұлудың халықтық бейнесі республикалық байқауына қатысты.